Осы күні көлге тек қана ТЭЦ-тің ғана су барады. Ол су, былайша айтқанда, техникалық жағынан таза. Көлдің суының айырмашылығы көп емес. Өйткені оны қадағалап отырады үнемі. ТЭЦ-тің өзінің лабораториясы бар, сосын сырттан лаборатория тексеріп отырады. Сондықтан оның жағдайы жаман емес. Енді жағы неблагоприятный метеоусловие деп отырмыз ғой, жағы батыстан соққан жел. Батыстан жел соққан кезде қалаға тағы да кері әсер ететін нәрсе жаңағы хвостохранилище. Хвостохранилище, Балқаштың хвостохранилищесі біздің Қазақстандағы ең үлкен хвостохранилище. Оның ұзындығы 9 километр, ені 2 километр. Енді оны байқаңыз, үлкен мынандай үлкен сооружение. Оның барлығы құмдай судың ішінде тұрған нәрсе емес. Оның біраз бөлігі су болады, біраз төменгі жағында. Мына жоғары жақтарында көбінесе су болмайды. Өйткені енді сол тұрбамен су төмен қарай ағып, әрі қарай сүзіліп, қайтадан қолдану керек қой. Олар солана, яғни сумен түскен құм құрғап қалады ғой, су кеткеннен кейін құм құрғақ болады. Сол құмды қалаға әсер етпеу үшін олар кәдімгідей өз шаралары бар, жүргізіп отыратын. Сол шаралар уақытысында жүргізілмей қалады кейде. Кейде өздерінің бір жағдайлары келмей, техникалық бір жағдайлары келмей қалады. Кейде тіпті былайша айтқанда финансы да жетпей қалады, сондай жағдайлар болады. Содан болуы мүмкін, немесе адамның өзінің бір человеческий фактор дейді ғой, ондай жағдайда болуы мүмкін. Сондықтан сондай жағы батыстан жел соққанда жаңа хвостохранилищеден шаң қалға келеді. Оны біз Балқашский дождь дейміз. Енді шынын айтқанда кейде қатты жел соққан кезде қаланы қап-қара болып басып қалады. Оны тек қана сол қадағалаумен ғана ұстайды, басқа сол қадағалап, суды шаңы бар жағы құмы көп жерлерін сулап, уақытымен сол жұмыстарын өздерінің жылдағы проекті бойынша жүретін жұмыстарын жасап отырса болды. Ол да негізінде шешілмейтін нәрсе емес, бірақ негізінде ол енді бар. Ол осы күнге дейін бар. Ол бола береді осылай. Ол үшін кәдімгідей бақылау керек күнделікті. Енді тұрбадан комбинаттың тұрбалары биіктігі өте үлкен. 192 метр, 200 метр тұрбалар. Олар енді радиус рассеивания дейді, тарауы. Ол тарауы 60 километр бола ма, 70 километр бола ма, ол не бойынша, есептеу бойынша сол 70 километрға шейін баратын шығар. Ол жерде не бар? Ол жерде қала да бар, ол жерде дала да бар, ол жерде әрине көл бар. Сондықтан мысалы Балқаштың бізге енді осы өзіміздің қалаға, осы жерге, осы регионға лайық негізі табиғи желдің өзі шығыстан соғады ғой. Шығыстан соғады, солтүстік шығыстан соғады. Солтүстік шығыстан соққан жел қайда апарады? Ол әрине көлге апарады. Сондықтан ол енді жағы шығарылымның шамасы көбейгенмен, жағы тұрбадан шығатын газ, шаң, оның бәрі көлге барып түседі. Сондықтан көлге оның әсері әрі бар. Енді биыл осы Балқашта облыстық әкімшіліктің бір тапсырмасымен Аспантау деген ТО жұмыс істеп жатыр. Жауапкершілігі шектелген серіктестік жұмыс істеп жатыр. Осы Бертіс шығанағын, Бертіс бухтасын тазалау жөнінде бір проект жасап жатыр. Солардың зерттеу бойынша осы бухтада бұрын әлгі жағы медзаводтың сулары түстік деді ғой, 60 жылға шейін түскен. Ол кезде олар енді өте көп металдар болды, иондар металдардың. Предельно допустимая концентрация дейміз, сол шектеуі. Сол шектеуден 10 есе, 60 есе, 100 есе асып кетіп отыратын. Соларды шамасына қарай, сондықтан солардың әсерінен бухта біздің ылғи кір болып саналатын, металл жағынан. Ал енді биыл сол лабораториялар келіп жұмыс істеген екен, солар айтты. Биыл бухта Бертіс
металдар жағынан әлдеқайда таза екен. Өйткені енді сол 92 жылдан бері, су тоқтағаннан бері енді 30 жыл өтіпті. Сол уақыттан бері сол тазарыпты. Біз енді сол оған біз әрине қуанамыз. Тоқтаның сол металдар азайын. Бірақ таранғалық арғы жақтағы енді оның әсері әрі болуға тиіс. Өйткені хвостохранилищеңіз көлден 300 метрде тұр. Арғы ашықтық 300 метр. Ол енді ашықтан су бармаса да, жерасты сулармен, жерасты су бару мүмкін. Енді 300 метр деген өте жақын жер ғой. Жаңа шаңдар, олар да барып көлге барып түседі. Ол шаңдардың құрамында Менделеевтің таблицасының бәр элементтері де бар шығар. Сондықтан енді қанша таза, қанша бүгін газ азайды дегенмен оның әсері тоқтамайды әзірше. Енді негізінде кәсіпорын болғаннан кейін оның әсері болады. Ол кәсіпорын қаншама таза жұмыс дегенмен оның бәрібір шығарымында әсері болады. Жер асты суына болсын, жер бетіндегі суға болсын, жағдай ауаға болсын, суына болсын, бәрібір қалдығы болсын, бәрібір әсері болады. Оның бір кішкене тарихы бар. Мынау хвостохранилище енді комбинат 37 жылдан бастап жұмыс істеді ғой. Бірақ хвостохранилище 53 жылы ғана салынды. 53 жылға дейін хвостохранилищеге мынау өзі түсінікті болсын былай деп айтайын. Мысалы, анау Қоңыраттан, қасымыздағы рудниктен вагон-вагон болып руда келеді. Ол руданы мысалы үшін алдымен фабрикаға келеді ғой. Фабрикадан алдымен ұсақтайды, крупное дробление дейді, одан кейін среднее дробление, мелкое дробление. Соның бәрін әбден ұсақтап, әбден құмға айналдырады, былайша айтқанда. Құмға ұсақ тастарға айналдырады. Сосын соны, оның ішінде мыс бар ғой, оның мысын алу керек. Сосын соны фабрикаға барып флотация деген технологиямен жүргізеді. Ол флотация, яғни анау ішіндегі мыстарды алу үшін әртүрлі реагенттер қолданады. Ол реагенттер көбінесе сол жағы мұнай тәріздес. Керосин, героин, тағы да көптеген нәрселер бар. Солардың оның ішінде қышқылдар да бар, әртүрлі. Енді 17-18 реагент мен өзім есімде қалғаны. Солардың бәрін қосып, жаңағы фабрикада сол сулар шығарылады. Сосын соның мысы бар компоненттері бетіне қалқып шығады, жаңағы реагенттермен қосып. Сосын соны сүзіп алады да, содан мыс алады. Ол сүзіп алып, одан кейін оны құрғатады. Цех подготовки шахтеде соған бәрін етеді. Ал енді ана қалған көп құм бар ғой, сол құм сумен бірге жаңағы хвостохранилищеге айдалады. Сол 53 жылға шейін жаңағы құмдарыңыз сумен бірге таранғалық, залив таранғалық соған түскен. Сол енді қаншама жыл түскен, енді ең аз болғанда бір 20 шақты жыл түскен шығар. Соның әсерінен болу деп ойлаймыз. Оның жерінің пляж өте майда, сол бәленбай жыл түскен құмдардың табаны. Сол жерде.